Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне Түркияда бәрі мысалы полиция халыққа қарсы емес, халыққа көмек үшін жұмыс істейді. Әрбір полиция учаскесінің қасында дөңгелегіңізді үрлеп алуға болады. Міне отвертка бар, кілт бар. Мынау осы бәрі халық үшін жасалғанда келеді. Мысалы, сіз мысалы бұл жерге келсеңіз, полиция құжатыңызды сұрайды. Біз міне Қазақстаннан 10 күнге келдік. Бірде-бір полицейский әлі бізді тексерген жоқ. Көрініп тұр басқа ұлт екен, бірақ енді қараңыздар. Осылай әрбір полиция халықпен бірге деп түсінемізді. Міне қараңыздар, мынау қандай бүкіл мынау велосипедке мынау ремонт жасауға бүкіл жағдай жасалған. Бұны жергілікті әкімдер сайланғасын осылай болып жатыр. Бірақ бізде сайлауға қазір өте қауіпті, өйткені бізде билік сатқын болып тұрғасын міндетті түрде орыс тілді қазақтың мүддесін ойламайтын адамдарды қояды. Сондықтан Қазақстанға жастар ұлтшылдар партиясы ауадай қажет. Тіл майданына қосылыңдар, жас қазақтар.